Құрметті әріптестер, педагогтердің білімін бағалауға, яғни квалтестке өтінішті қалай береміз? Сол туралы айтатын боламын. Видео ұнаса арнаға жазылып, лайк басып кетіңіз. Қажет десеңіз, комментарий қалдырыңыз. Жалпы ғаламтор браузерінің мекенжай жолына сайтты, яғни app.testcenter.kz немесе МКТ деп енгізсеңіздер болады. Тестленуші өз ыңғайына қарай тілді таңдайды. Бұл жерде қазақ тілі және орыс тілі берілген. Біз қазақ тілін таңдаймыз. Тіл таңдалып біткеннен соң кіру және тіркелу деген нысан бар. Кіру бұл не үшін? Яғни бұл жерде егер бұрын сіз тіркелген болсаңыз, электронды почтаңызды және құпия сөзіңізді енгізіп, бірден кіре берсеңіз болады. Сіздерге көрсетіліп тұрған бұл, яғни бұрын мен тіркеліп, құпия сөзімен тіркеліп қойғанмын. Егер тіркелмеген болсаңыз, тіркелу батырмасын басу арқылы тіркелесіз. Және де сіз тіркелгенсіз, құпия сөзіңізді бірақ ұмыттыңыз. Ондай жағдайда мінеки астында тұр, құпия сөзді ұмыттыңыз ба деген. Осы батырманы басып, құпия сөзді қайтадан электронды почта арқылы қалпына келтіруге болады. Бірақ бүгін біз сіздермен тіркелуді талдайтын боламыз. Олай болса, тіркелуден бастайық. Бұл жерге электронды почтаңызды жазасыз мінеки мұнда. Бірақ есіңізде болсын, бір электронды почтамен тек бір рет қана, яғни бір адам ғана тіркеле алады. Осылай тіркелу үшін өзіміздің электронды почтамызды жазамыз. Жазып біткеннен кейін тіркелу батырмасын басатын боламыз. Мінеки сіздің жаңағы тіркелу үшін жазған электронды почтаңызға тіркелуді растау үшін хат жолданады. Почтаңызды тексеріп, оны растау қажет. Мінеки жаңағы біздің электронды почтамыздың аштық. Бұл жерде бізде ұлттық бірыңғай тестілеуде мінеки бізге хат келіп тұр. Хатты ашамыз. Хат осындай мәтінде келеді, яғни электронды мекенжайды растау. Батырмасын басасыз. Сондай-ақ осының міне асты жағында пайдаланушының аты және тура осының астында құпия сөз көрсетіледі. Мен бірақ оны ашып тұрған жоқпын. Сіздерде міндетті түрде астында құпия сөз болады. Сол құпия сөзді жазып алыңыздар. Өйткені жаңағы сайтқа кірген кезде, кіру деген батырманы басқан кезде осы мекенжайды жазасыздар және де осында келген хатта келген құпия сөзді енгізесіздер. Электронды почтаның құпия сөзі емес. Одан кейін мінеки электронды мекен-жайды растауды басамыз. Құпия сөзді қағазға немесе телефоныңызға жазып алғаннан кейін. Одан кейін сіздерде бірден осындай парақша ашылады. Яғни мұнда кіру батырмасын басамыз, өйткені біз жаңа тіркеліп қойдық. Жаңағы электронды почтаңызды және де электронды почтаңызға келген құпия сөзді жазып, кіру батырмасын басатын боламыз. Ары қарай өтініш беру үшін өзіміз туралы жеке мәліметтерді ұсынамыз. Бұл жерде біз ЖСН-ді енгіземіз. ЖСН-ді енгізгеннен кейін автоматты түрде тегі аты, әкесінің аты шығады. Одан кейін байланыс телефонымыздың номерін жазып, сақтау батырмасын басамыз. Осылай біз жайлы жеке мәлімет шығады. Одан кейін менің парақшамдағы өтініш беруге барып, өтініш беру батырмасын басамыз. Одан кейін бізде осылай педагогтердің білімін бағалау деген шығады. Педагогтердің білімін бағалау батырмасын басамыз. Одан кейін міне осылай ары қарай шығады. Бұл жерде тестілеу типін таңдау қажет. Яғни сіз қазір қай жерде жұмыс жасап жатырсыз, соны таңдайсыз. Мүмкін мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдары болуы мүмкін, немесе жалпы орта білім беру ұйымдарының педагогы болуыңыз мүмкін, әдістемелік кабинеттердің әдіскері, қосымша білім беру ұйымдары, немесе сол жерге жұмысқа кірейін деп тұрған жас маман шығарсыз, немесе сол жерде жұмыс істейтін педагог болсаңыз, осының өзіңізге қажеттісін таңдап аласыз. Одан кейін бұл жерде ағымдағы жұмыс орны деген шығады. Егер сіз бұрыннан сол жерде жұмыс істеп келе жатқан болсаңыз, ағымдағы жұмыс орнына білім беру ұйымының қазіргі қызметкері дегенді таңдайсыз. Немесе жұмыс тәжірибесі жоқ,
қызметкер болсаңыз, яғни жоғарғы оқу орнын жаңа бітіріп келген жас түлек, яғни жас маман болсаңыз, осыны таңдайсыз. Сондай-ақ декреттік демалыстан кейін немесе тағы да басқа салада жүрген педагог болып, бірақ қазіргі күнде педагогикалық қызметті қайта жалғастырғыңыз келсе, ағымдағы жұмыс орнына педагогикалық қызметті қайта жалғастырғысы келетін адам дегенді таңдайтын боласыз. Одан кейін осы жерде мамандығыңызды, яғни диплом бойынша қандай мамандық, соны осы жерге жазасыз. Одан кейін ол мамандықты қай жылдан қай жылға дейін оқығаныңызды, қай жылы бітіргеніңізді барлығын осы жерге енгізетін боласыз. Яғни мамандық міне барлығын енгізіп біткеннен кейін тест тапсыру тілі деген тұрады. Бұл жерде сіз қазақ тілінде немесе орыс тілінде, тағы да шет тілінде деген тілдер тұрады. Бұл жерде яғни қазақ тілі немесе орыс тілін таңдап болғаннан кейін, тест тапсыру тілін таңдап болғаннан кейін, өзіңіз баратын тестілеу орнын, яғни облысты таңдайсыз, тест тапсыру орнын таңдайсыз, және де тест тапсыру күні және де уақытын таңдайсыз. Одан кейін өтініш бере отырып келесі ережелермен келісемін деген бар. Ол жердегі ережелерді оқып болғаннан кейін келісемін дегенге птичка қоясыз, одан кейін өтініш беру батырмасын басасыз. Өтінішіңіздің қабылданған немесе қабылданбағанына көз жеткізу үшін жаңағы менің парақшамға өтесіз. Сол жерде менің іс-әрекеттерім деген бөлімге өтсеңіз, осы жерде міне өтініш қабылданды деп шығады. Өтініш берілген күні уақытыңыз бен минутымен тұрады. Бұл жерде егер сіз өтінішті басқа күнге ауыстырғыңыз келсе, тест тапсыру күнін, немесе қаланы, облысты өзгерткіңіз келсе, осы жерден өзгертіп жасасаңыз болады. Сондай-ақ тестті тапсырып біткеннен кейін сізге балыңыз сол жерде компьютерде бірден шығады, қай пәннен қанша жинағаныңыз шығады. Бірақ та енді қобалжу үстінде біз дұрыс көре алмай қалуымыз мүмкін. Және де біз мына сертификатты жүктеп алу үшін, нақты қай пәннен қанша бал алғанымызды нақты көру үшін, осы жаңағы өзіңіз енгізген құпия сөзбен логиніңізді енгізе отырып, жаңағы сайтқа енгізе отырып көре аласыз. Және де осы жерде мінекей менің іс-әрекеттерімнен көресіз ғой, тарихы барлығы тұр. Одан кейін сертификатты тексересіз. Бір сағаттан кейін сертификат шығады. Сол жерден жүктеп алсаңыз болады. Және де осы жерден жазған эссеңізді көресіз. Сондай-ақ эссені де осы жерден жүктеп аласыз. Назарларыңызға рахмет. Барлықтарыңызға сәтті өтіп кетулеріңізге тілектеспін. Видео ұнаса каналға жазылып, лайк баса кетуді ұмытпаңыздар. Рахмет.